Атырау Хакатон 2025 аймақты инновациялық жобалар байқауына биыл 53 қатысушы тіркелген. Жастар медицина саласын цифрландыру бойынша озық жобаларын ұсынды. Ерекше жобалардың бірі дәрігерлердің қағазбастылық жүктемесін азайтуға арналған Досмес атты веб-платформа. Жүйе медициналық қызметкерлердің уақытын үнемдеп, нақты диагноз қою процесін жылдамдатуға бағытталған. Платформаның басты ерекшелігі жасанды интеллект технологиясының енгізілуі. Дәрігер сайтқа науқас туралы ақпаратты енгізіп, шағымдарын жазбаша немесе аудио форматта жүктей алады. Бұл тәсіл медициналық құжаттарды толтыру кезінде кететін уақытты айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік бермек. Олар пациенттермен бірге сөйлесіп, сонымен қатар олар дейтін өздерінің платформаларында пациент туралы жеке ақпараттар толтыру керек. Соның кесірінен, получается, врач дейтін өз уақытын кетіреді соған, сонымен қатар ол дейтін фокус пациентта болу керек. Соның кесірінен біз қазір СТ модель ойлап таптық, то есть это воск модель, яғни бұл пациенттің қазақша болсын, орысша болсын сөздерін бәрін нақтылап, барлық определенный медицинский справкаларды осы біздің ЛЛМ модель ол дейін толықтай толтырып береді. Қорытынды шешім әрине дәрігердің артына болады. Тек қана бұл жұмыс оны уақытты қысқарту үшін, жеңілді қудыру үшін және қысқаша мысалы жасанды интеллекттен рекомендацияларды алу үшін бағытталған проект. Шарада қатысушылар республикалық деңгейдегі менторлармен жұмыс істеп, өз идеяларын жетілдірді. Дәрігер эндокринолог Гүлжан Аманбайдың сөзінше ұсынылған жобалар медицина қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетуге септігін тигізбек. Өте ақылды, өте білімді. Олардың қазіргі жоспарлары, IT жобалары маған өте қатты ұнап жатыр. Себебі әркімнің тақырыбы әртүрлі. Ол қазіргі біздің өзіміздегі үлкен проблема ОСМС-тағы, даму меттағы, солардағы кемшіліктерді толықтыру жайында жастар өздері әртүрлі веб-сайттар қазір, платформалар, приложениялар жасап жатыр. Жобалар өте көп. Олар бірінен бірі өтеді десек болады. Осыған дейін инновациялық конкурс білім және шағын кәсіпкерлік бағыттар бойынша өтті. Ал денсаулық сақтау саласына арналған 3-ші кезеңімен Атырау Хакатон 2025 байқауы қорытындыланды. Лаура Кесметова, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.